кезекті болатын сабағымыз жаратылыстану сабағы. Танысатын жаңа тақырыбымыз табиғи бірлестіктер қалай өзгереді. Оқушылар оқулығымыздың 24-ші бетін және 25-ші бетін ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты табиғи бірлестіктердің қалай орын ауыстыруын білетін боламыз. Оқушылар кезекті суретке назар аударайық. Бұл табиғи құбылысы, яғни жер асты сулары және жер үсті суларының орын ауысуына байланысты табиғи бірлестіктер орындарын ауыстырып отырады екен. Оқушылар, келесі суретке назар аударамыз. Яғни су тартылып қалған жерге осылай өсімдіктер өзінің бірлестігін құрады екен. Ал суы мол жерлерде керісінше табиғи бірлестіктер, яғни осындай өсімдіктер жаймен орын ауыстырып басқа жаққа қарай өсуге бейімделеді екен. Су тасқыны, өрт, дауыл сияқты табиғат апаттары бірлестіктің жойылуына әкеліп соқтырады. Табиғи бірлестіктің қалпына келу үшін ұзақ уақыт қажет. Мысалы, шырша орманы тек 150 жылдан кейін ғана қалпына келе бастайды. Оқулығымыздың 24-ші бетіндегі суретке назар аударайық. Көл бірте-бірте естеген оқушылар жерге сіңіп өзінің орнын ауыстырған. Көлдің орнына, яғни шөптер, талдар орын алып қалыптаса бастаған. Адамдар егіс, бақша, бақ, саябақ отырғызып жасанды бірлестік жасайды. Олар өздігінен өсе алмайды. Адам күтіп баптамаса, арам шөп басып табиғи бірлестікке ұқсап кетеді. Оқушылар, бір табиғи бірлестікке кіретін кейбір өсімдіктер әртүрлі жылдамдықпен өседі. Бетегелі дала алқабы, шырша мен емен ормандары ұзақ жылдар бойы тіршілік етеді. Шағын көлдер, батпақты шалғындар, тақырлар өзгеруі мүмкін. Салқын жаңбырлы жаз бен аязды қыс, күндізгі аптап ыстық пен таңғы суық ызғары бір өсімдіктің жойылып орнына басқа өсімдіктің қаулап өсуіне ықпал етеді. Осылайша бірлестіктер ауысып отырады. Оқушылар 24-ші және 25-ші беттегі мәтінді түсініп оқып,